Сәлем балалар, 3-ші сынып әдебиеттік оқу 6-ші сабақ. Тақырыбы қанатты достарым. Мәтінді бөліктерге бөліп ат қоясың және қажетті ақпаратты табасың. Тыйым сөздерді құрастыр және оның мағынасын түсіндір. Өз ойыңды дәлелде. Балалар, мына жерде сөздер шашыраңқы берілген. Енді осы жерден біз тыйым сөздерді құрастырайық. Құстың жұмыртқасын жарма. Аққуды атуға болмайды. Құстарға тас лақтырма. Себебі құстардың беретін пайдасы өте көп. Ағаштардың өсуіне, егіндердің өсуіне және де үйдің қасындағы бау-бақшалардың өсуіне өте көп пайдасы бар. Сондықтан құстарды көретін болсаңдар, әр уақытта оған қамқорлық жасаңдар. Үйділердің қасына мынандай кішкентай үйшігін жасап, көктемге қарай келетін құстарды қарсы алуға дайындалыңдар. Мәтінді түсініп оқы. Балалар, мәтінді өздерің оқып шығасыңдар. Қараторғай. Мына жерде жалғасы, яғни автор Жүсіпбек Аймауытов. Күнгей жақ сөздік сөзі. Күн түсетін оңтүстік жақты айтады. Жаңа Жүсіпбек Аймауытов жазушы әрі ғалым. 14-13 жасында қисса, дастан жаттап, өлең шығара бастаған. Яғни Павлодар облысының тумасы. 4-ші, мәтінге сүйеніп суреттегі кейіпкер арасында диалог құрастыр. Яғни балалар атайдың қасына келіп, міндетті түрде бірінші не жасап атқан сұрайды. Ата, не істеп жатырсыз? Қонағыма үй істеп жатырмын. Сіздің қонағыңыз кім? Қонағымды көрерсің. Қонағыңыз қандай? Қонағым қол басындай, мінезі қорғасындай деп қарты жымияды. Қарттың сөзін түсіне алмай, балалар тұрып тарасты. Жаңағы ағаштың басына мына үйшікті ілгеннен кейін балалар да түсінді. Қонағы қараторғай болса, оның үйшігі мінекей атайдың қолынан жасап жатқан байқауға болады. Енді 5-ші, табиғатты қорғау дегенді қалай түсінесің? Кластер құрастыр дейді. Кластер дегеніміз неге табиғатты қорғауды ортасына жазамыз да, 4 жағына 5-6 да жазуға болады. Қоршаған ортаны ластамау керек. Құстарға үнемі қамқорлық жасап жүріңдер. Ағашты кеспей, өсімдіктерді жұлмай. Олар еліміздің үйдің ауласының көркі. Және жан жануарлыға жанашырлық таныту. Ол үйді ұстайтын болсын, даланың жануарлары болсын, әр уақытта жанашырлық таныту керек. 6-шы, мәтінді оқиға желісіне қарай бөліктерге бөл, жоспар қыл. Бірінші біз атайдың сөз деп алдық. Яғни балалар атайға келіп сұрақ қояды. Атай өзінің жауабын айтады екен. Қараторғайдың ұшып келуі, яғни қараторғай ұшып келгенде атайдың жасаған ұяшығына келіп қонады. Енді қараторғайдың қандай пайдасы бар дегенде, бірден жерде жүрген жыбырлап, қоңыздар болсын, шыбындар, маса, шіркейлердің барлығын жеп, мінекей қараторғай осындай пайда келтіріп жатыр. 7-ші, әңгімеде қараторғайдың пайдасы туралы не айтылған? Жаңағы әңгіменің ішінен біз бөліп алдық. Қараторғайлар ағаштан түсе қалып, қоңыздарды теріп жей бастады. Күзге шейін кетпеді. Қамбар ата шөп шапса, қараторғайы шегіртке қырады. Құрт, шегіртке, инелік, маса, шыбын бәрі де егіннің жауы ғой. Сол жаулардың бәрін қараторғай құртады. Қараторғайдың пайдасы ұшан теңіз. Енді біз кішкене ақпараттар алды қараторғай туралы. Кәдімгі қараторғай торғай тәріздес отряды. Қараторғай тұқымдастарға жататын сайрауы құс. Денесі 22 см, қанатын жайғандағы ұзындығы 10 см, құйрығының ұзындығы 7 см. Мекиені қоразынан кішірек болады. Көктемде қауырсыны қара түсті болып, күзде оған ақ қауырсын араласады. Тұмсығы қара, сирағы қызғылт, қоңыр, кәдімгі жыл құсы екен. Балалар, бүгінгі біз сабағымызды аяқтаймыз.